Теміртау қалалық коммуналдық тұрғын үй бөлімінде тұрғын үй бойынша екі түрлі мемлекеттік қызмет көрсетіледі. Оның бірі мемлекеттік тұрғын үй қорынан берілетін тұрғын үйге мұқтаж азаматтарды есепке алу. Жергілікті атқарушы органның пәтерге мұқтаж азаматтарға пәтер беру туралы стандартын Қазақстан Республикасының инвестициялар мен даму министрлігі әзірлеген. Бұл мемлекеттік қызмет азаматтарға арналған үкімет мемлекеттік корпорация арқылы жүзеге асырылады. Яғни қызмет алушы өтініш беру үшін мемлекеттік корпорациясына барып өтініш беруі тиіс. Және де бұл мемлекеттік қызметтің нәтижесін де сол мемлекеттік корпорация арқылы алып кетуі тиіс. Көрсетілетін мемлекеттік қызметтің мерзімі мемлекеттік корпорацияға құжаттардың толық топтамасын тапсырған күннен, яғни өтініш берген күннен бастап 30 күнтізбелік күн болып есептелінеді. Мемлекеттік қызмет автоматтандырылған, яғни электрондық түрде жүргізіледі. Бұл мемлекеттік қызмет тегін көрсетіледі. Азаматтарға тұрғын үй кезегіне қойылғаны, реттік сан туралы немесе пәтер кезегіне қойылмаса оның себебі туралы толық жауаптар беріледі. Қазіргі таңда Теміртау қаласында 3 мыңға тарта азамат пәтер кезегінде тұр. Жылдың басынан тұрғын үй қорынан пәтер кезегіне 213 азамат өтініш берген, оның 154-і пәтер кезегіне алынған. Тұрғын үй қатынастары заңына сәйкес мемлекеттік тұрғын үй қорынан берілетін пәтер кезегіне алатындар арасында Ұлы Отан соғысы ардагерлері мен жетім балаларға жеңілдіктер қаралған. Тұрғын үй қатынастары заңының 67-68 баптарына сәйкес мемлекеттік тұрғын үй қорынан пәтер алу кезегіне Ұлы Отан соғысының ардагерлері, мүгедектері тұра алады. Жетім балалар мен ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балалар тұра алады. Халықтың әлеуметтік жағынан осал топтарына жатқан отбасылар тұра алады. Және де бюджеттік қызметкерлер, мемлекеттік мекемелер, әскери қызметкерлер тұра алады. Және де жалғыз тұрғын үйі апаттық деп танылған азаматтар тұра алады. Енді халықтың әлеуметтік жағынан осал топтарына жататын азаматтарға келетін болсақ, оларға бірінші екінші топтың мүгедектері жатады. Жасы жеткен зейнеткерлер, оралмандар, толық емес отбасылар, көп балалар отбасылар, және де отбасында мүгедек баласы бар отбасылар жатады. Осы жоғарыда айтылған азаматтар мемлекеттік тұрғын үй қорынан пәтер алу кезегіне құқығы бар. Тұрғын үй бойынша көрсетілетін екінші мемлекеттік қызметтің түрі мемлекеттік кәсіпорын немесе мемлекеттік мекемелердің тұрғын үй қорынан тұрғын үйге мұқтаж азаматтардың тұрғын үй қорынан пәтер бары не жоқтығы туралы анықтама беруі. Бұл қызмет түрі де мемлекеттік корпорацияға өтініш беру арқылы қызмет тегін көрсетіледі. Және де біз тұрғын үй секторы екінші мемлекеттік қызмет көрсетеміз. Ол мемлекеттік қызметтің атауы мемлекеттік кәсіпорынның не мемлекеттік мекеменің тұрғын үй қорынан тұрғын үйге мұқтаж азаматтарға тұрақты пайдалануында мемлекеттік тұрғын үй қорынан тұрғын үйі болуы немесе болмау туралы анықтама беру. Мемлекеттік көрсетілетін қызметтің стандартын Қазақстан Республикасының инвестициялар және даму министрлігі әзірлеген. Өтінішті қабылдау және мемлекеттік көрсетілетін қызметтің нәтижесін беру азаматтарға арналған үкімет мемлекеттік корпорациясы арқылы жүзеге асырылады. Яғни өтініш беруші мемлекеттік корпорацияға барып өтініш беруі тиіс. Бұл мемлекеттік қызметтің мерзімі өтініш берген күннен толық 5 күн болып есептеледі. Осы қызмет түрін алу үшін стандарттарға сәйкес өтініш жазып, жұмыс орнына анықтама әкелулері тиіс. Сонымен қатар осы мемлекеттік қызмет жайлы толық мәліметтерді тұрғын үй секторынан да алуға болады. Теміртау қаласы бойынша мемлекеттік корпорация Блюхер көшесі мен Республика даңғылы 128 мекенжайында орналасқан. Егер де осы мемлекеттік қызмет алушыларға толығырақ мәлімет керек болса, осы тұрғын үй секторына келіп те хабарласуларына болады. Біз Блюхер 10 мекенжайында орналасқанбыз. 2-ші этажда 215 немесе 213 бөлмелерге хабарласуларына болады.